бөлінейік. Мен қазір сіздердің әр топтың басына таратып қойдым. Қазір таңдасаңыздар. Топқа бөлінейік. Келіңіздер. Тақырып бойынша біз ақ бидай тақырыбын өткенбіз. Егін шаруашылығы жайлы. Жақсы балалар. Ребус топ. Әр топта қанша ребустан? Әке, мен де бірін таптым. Аналарына бақын, артында бақын. Алмама ненің суреті балалар? Сары, алмама лимон бар. Лимон екен. Жақсы балалар, мен сендерге қазір. Балалар, жақсы. Дайын отырыңыздар. Ал. Жүгері маңы балалар. Мына жасыл жүгері маңы. Сіздерде өздеріңізді ортадан сайлап, не қадам шығып, түсіндіріп, айтып дәлелдеңіздер. Балалар, бір құлақпен тыңдаймыз бер жақта. Т әріпі қалады. Бұл жерде ірімшік. Біз деген әріп. Бұны орындаған команда тіршілік сөз дейді, дұрыс па? Дұрыс. Екінші сөзде бидай дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі, қарастырдық, Бұл пияз. Пияз деген дұрыс па? Бұл егін. Дұрыс. Ал бұны табамадық. Мынау кавычкалар дұрыстап қоймадық. Мына сөз шығып тұр ғой? Жоқ, ол до конца емес қой. Тұқым болып тұр ғой, ұқым деген сөз шығып тұр. Тұқым ба? Дұрыс қой, жасап тұрсың ғой сен мына жерді алып тастаған. Тұқым деген сөз болып тұр ғой. Жақсы. Гектар. 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 Диқан. И алма. Дұрыс па? Жақсы. Бұрын балалар, бірінші мына бір суретке назар аударсаңыздар. Мына сурет Ақ бидай деген жақсы. Сіз қателестіңіз, бірақ ақтай байдырсының деп дұрыс айттыңыз. Ол жерде әкелген бала жүр. Бидай мен егін арасында бала бір бидайды жерге құлатама, біреу соны табып егін сосын әке маған бидайды көрсетіңізші деген сонша көп деген кеше мен айтып Баланы сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлары тұр, басын салып. Жіберген мырза Құдай нұрға ғана. Әй, әке, бұның мәні. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке қарайды. Жағдайдың талаптарына сай, сөйлеуші, тыңдаушы позицияларын еркін ауыстыра алады. Яғни септеулік шылаулардың қызметін білу. Бүгінгі ел арасында беделді Байтұрсын Шошақұлының шаңырағында 1873 жылы дүниеге келді. Жангелдин ауданы Ақкөл ауылына жақын тұста Ахмет Байтұрсынұлының өмірге келген үйі сақталып тұр. Сонымен қатар әулеттің үлкен форумында әкесінен сұраған: әй әке, айтшы маған, түсіндірші мұның мәнін, неге ол тек бұл бидай көкке қарап тұр? Әкесі оған айтқан, өйткені ол басқаларына қарамағанда бұған қараған деп. Жақсы. Тағы, кімнің алып қосар бар балалар араларында? Топ бойынша орындаймыз. Сіздерден әрқайсыңыз ақылдасып үш адамды айтсыздар, үш сұраққа бір-бірі. Әр топта командадан бір адам жауап береді. Жақсы? Келістік. Сіздерге ойлануға 1 минут уақыт беріледі. 1 минут. Әрқайсыңыз жеке-жеке. Өте пайдалы, көмектеседі. Командаға ұқсайтын адамдар көп деп жатыр. Яғни егіншіліктің өзі де адам. Адаммен бидай адамды таңғалдырғаны. Қатысы бар ма? Әрине бар, себебі бидаймен адамның бір бидай тік қарап тұрды, ал қалғандары не жасап. Өйткені ол баланы өте
кекірейіп тұрған, жерге қарай еңкеймеген ме? Өте әдемісіз. Иә. Сол баланы таңғалдырды дейді. Жақсы. Екінші сұрақ, өлеңнің бидайдың екінші шаруашылығына қатысы бар. Жақсы. Әкесі баласына қандай азаптармен білесің? Доғат. Балаға әкесі айтты, бұл бидай сияқты данышпан. Оқи бер. Takaparadam.